Екібастұз әкімі Қайрат Нүкеновтің кезекті есеп беруі қоғамдық кеңес мүшелері, халық қалаулылары, мәслихат депутаттары алдында өтті. Өз есепті баяндамасының басында ол өткен жылы қойылған сауалдардың қаншалықты орындалғаны жөнінде айтып өтті. Қала тұрғындары Беркімбаев көшесінің бөлігіне Аманкелді көшесіне дейін асфальт төсеуді сұраған еді. Өткен жылы біз қаланың 14 көшесіне асфальт төседік. Соның ішінде Беркімбаев көшесі де бар. Бірақ оның Степной көшесіне дейінгі бөлігіне асфальт төселіп, ағаш көшеттері отырғызылды. Яғни біз Аманкелді көшесінен де асып түстік. Тұрғын үйлер құрылысы жөнінде де сұрақ көтерілген. 2017 жылы біз қолданысқа 330 пәтерлі 3 көп қабатты үйлерді бердік. Жастарда неке қию сарайын салу мәселесі қызықтырған еді. Өйткені неке қию залы халыққа қызмет көрсету орталығында болып, біраз қолайсыздықтар тудыратын. Бұл сұрақта шешілді. Неке қию залы өнер мәдениет орталығының сол қанатына жайғасты. Жөндеу жасалып, жастардың келіп кетуіне қажетті заманауи эстакада салынды. Дворак Анатолий Мартынович Шахтер саябағын абаттандыру жөнінде сауал қойған. Шахтер саябағында өткен жылы жаяу жүргінші жолдары төселді. 4000 адамдық эстрадалық сахналық алаңша, ашық аспан астындағы бассейн, су бұрқақ салынды. Сонымен қатар мұз сарайының құрылысы әлі де қарастырылуда екенін атап өтті Қайрат Теміршотұлы. Бүгінгі күні оның жобалық есепті құжаттарын дайындау жүруде және биыл аяқталуы тиіс. Бұдан кейін Екібастұз әкімі өз есебін беріп өтті. Қаланың экономикасы дамып, бюджеті 21 миллиард теңгеге жақындағаны белгілі. Оның шығыс бөлігі 99,18%-ға орындалған. Екібастұздың жолдары жөнделіп, көшелері жарықтануда, баспана салынуда. Жаңа кәсіпорындар ашылып, жаңа сауда нүктелері іске қосылуда. Оның бәрін халық көруде. Есепті баяндамадан кейін қойылған сұрақтың бірі құрылысы ұзаққа созылған оқу орталығына арналды. Егер бұл оқу орталығын салу жұмыстарын бастап аяқтасақ, онда мен Екібастұздың нағыз әкімі ретінде болдым деп айта аламын. Алғашқы 300 миллион теңге биыл облыстық бюджеттен бөлінді. Қайта салудың жобалық есепті құжаттары дайындалды. Ол үшін де ауқымды жұмыстар атқарылды. Құжат мемлекеттік сараптамадан өтті. Қаржы көп, дегенмен жобаны аяқтауымыз керек. Сонымен қатар тағы 900 миллион теңгеге өтініш беріп отырмыз. Оны Білім және ғылым министрлігі, Қаржы министрлігі қолдап отыр. Ағымдағы жылы жалпы 1 миллиард 200 миллион теңге қаржы жұмсауға тиіспіз. Барлық қажетті сома 4 миллиард теңге. Тағы бір айта кететіні, оқу орталығы бүгінгі облыстық қаржы басқармасының қол астына берілген. Сондықтан қайта салу жұмыстары да жоспарға сай іске асатынына үміт зор. Ал қоғамдық кеңес мүшелері әкімнің есебіне қанағаттандықтарын білдіріп, істің алға басуына тілектестік білдірді.